Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз үшінші модулімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі 5-ші тақырыбымыз дәндер, дефектілер және фазалар деп аталады. Біз бұған дейін TEM микроскопының қалай жұмыс істейтін және бейнелердің қалай пайда болатынын түсіндік. Енді сол құрылғының көмегімен нақты нені көретінімізді, металдың ішкі әлемі қандай кірпіштерден тұратынын толықтай талдайтын боламыз. Бұл дәріс сіздерге материалдардың неліктен берік немесе сынғыш болатын терең физикалық деңгейде ұғынуға көмектеседі. Бүгінгі тақырыбымыздың негізі металлургиялық материалдардың қасиеттері олардың ішкі құрылымымен тікелей анықталатындығында. Микродеңгейдегі барлық механикалық көрсеткіштер мықтылық, иілгіштік, тозуға төзімділік, микро және нано деңгейдегі элементтердің қалай орналасқанына тәуелді. TEM әдісі дәл осы құрылымдық элементтерді, дәндерді, кристалдық дефектілерді және фазаларды атомдық деңгейде зерттеп, олардың табиғатын түсіндіруге теңдессіз мүмкіндік береді. Ең алдымен дән ұғымына тоқталайық. Металл бұл тұтас бір ғана үлкен кристалл емес. Ол мыңдаған, тіпті миллиондаған ұсақ кристалдардан тұрады. Оларды ғылымда дәндер деп атайды. Дән дегеніміз ішіндегі атомдық торы қатаң бір бағытта орналасқан металл аймағы. Сұйық металл қатайған кезде кристалдану процесі бір уақытта бірнеше нүктеден басталады да, олар өсе келе бір-бірімен соқтығысып, осы дәндерді құрайды. TEM арқылы біз бұл дәндердің нақты өлшемін, бағдарын және пішінін өте анық көре аламыз. Енді дефектілер, яғни ақаулар ұғымына көшейік. Күнделікті өмірде ақау деген сөз жаман мағына береді. Бірақ металлургияда олай емес. Идеалды мінсіз кристалдық тор тек теорияда ғана болады. Табиғаттағы барлық металдарда кристалдық дефектілер бар. Олар тордың идеал құрылымынан ауытқуын білдіреді. Өлшемдеріне қарай олар нүктелік, сызықтық, беттік және көлемдік болып бөлінеді. Дәл осы дефектілерді мақсатты түрде басқару арқылы инженер металдың қасиетін түбегейлі өзгерте алады. Осы ақаулардың ішіндегі ең бастысы металдың пластикалығы. Қамтамасыз ететіні дислокациялар. Дислокациялар бұл кристалдық тордың ішіндегі артық атомдық жазықтықтың жиегі. Темірді майыстырған кезде ол неге шыны сияқты үзіліп түспейді? Өйткені оның ішіндегі осы дислокациялар атомдық деңгейде сырғып, қозғала бастайды. Егер біз металды қатты соғып деформацияласақ, дислокациялар көбейіп, бір-бірімен шатасып қалады. Соның әсерінен металл қатаяды. Бұны ғылымда жұмыстық шығыну деп атайды. TEM бізге сол шатасқан дислокациялар желісін тікелей көруге мүмкіндік береді. Дислокациялық сырғудан бөлек металдарда деформацияның тағы бір ерекше механизмі бар. Ол егіздену. Егіздену дегеніміз кристалдық тордың бір бөлігінің екінші бөлігіне қарағанда айнадағыдай симметриялы түрде аударылып орналасуы. Бұл құбылыс әдетте металда өте жылдам соққы берілгенде немесе өте төмен температурада байқалады. Әсіресе титан немесе магний сияқты гексагональды торлар металдар дислокация арқылы емес, көбінесе дәл осы егіздену арқылы деформацияланады. TEM-де олар түзу, параллель сызықтар немесе жолақтар түрінде өте әдемі көрінеді. Келесі іргелі ұғым фаза.
Фаза бұл материалдың ішіндегі химиялық құрамы мен кристалдық құрылымы бірдей нақты физикалық шекарамен бөлінген бір текті аймақ. Таза металдар көбінесе бір ғана фазадан тұрады. Ал болат немесе шойын сияқты күрделі қорытпалар әрқашан бірнеше фазадан тұрады. Мысалы, қарапайым болаттың ішінде жұмсақ феррит фазасы және өте қатты цементит фазасы қатар жүреді. Олардың пропорциясын және орналасуын өзгерту арқылы біз мыңдаған түрлі қасиеттерге ие болатын болат маркаларын жасаймыз. Фазалардың ішіндегі ең маңыздыларының бірі фазалық бөлінулер немесе тұнбалар. Олар қорытпаларды арнайы термиялық өңдеуден өткізгенде түзіледі. Бұл өте ұсақ нанометрлік көлемдегі қатты бөлшектер. Олар металл матрицасының ішінде пайда болып, қозғалып келе жатқан дислокациялардың жолын бөгейді. Нәтижесінде материалдардың беріктігі бірнеше есе артады. Қазіргі авиацияда қолданылатын алюминий қорытпаларының аса берік болуының бүкіл құпиясы осы нанометрлік фазалық бөлінулерде жатыр. Осындай күрделі фазаларды TEM арқылы қалай ажыратамыз? Алдыңғы сабақта өткен контраст түрлері осы жерде іске қосылады. Ауыр элементтерден тұратын фазалар массалық қалыңдық контраст арқылы қараңғы дақ болып көрінсе, бағдары басқа фазалар дифракциялық контраст арқылы ажыратылады. Ал егер фазалар өте ұсақ болса, біз фазалық контрастты қосып, олардың атомдық торларының өзгешелігін көзбен көреміз. TEM бұл материалдардың химиясы мен құрылымын бір уақытта байланыстырып зерттейтін ең мықты құрал. Сонымен осы үш фактор дәндер, дефектілер және фазалар материалдардың қасиеттеріне қалай әсер етеді? Материалтану әйгілі Холл-Пэтч заңы бар. Ол бойынша дән өлшемі неғұрлым кішкентай болса, металдың аққыштық шегі соғұрлым жоғары болады. Дефектілердің тығыздығы артқан сайын қаттылық өседі, бірақ иілгіштік төмендейді. Ал матрицаға қатты фазаларды енгізу арқылы біз тозуға төзімділікті арттырамыз. TEM арқылы осы параметрлерді нано деңгейде өлшеп, біз дайын бұйымдардың экстремалды жағдайда қалай жұмыс істейтінін дәл болжай аламыз. Трансмиссиялық электрондық микроскопия дәндердің, дефектілердің және фазалардың ішкі әлемін зерттейтін теңдессіз әдіс. Ол металлургиядағы көптеген құбылыстардың, мысалы металдың шынығуы, сынуы, тотығуы, нақты себебін физикалық тұрғыда түсінуге мүмкіндік береді. Осы білімнің арқасында біз табиғатта бұрын соңды болмаған жоғары технологиялық салаларға арналған жаңа буын материалдарын жобалап өндіріске енгізе аламыз. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұрақтарға жауап беріңіздер. Онда дән ұғымын, шекаралардың механикалық рөлін, дефектілердің және дислокациялардың пластикалық деформацияға қызметін, сондай-ақ фазаның не екенін нақты мысалдармен түсіндірулеріңіз қажет. Екінші тапсырмада осы аталған құрылымдардың элементтері зерттеудің металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазасыз. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Бұл кестеде дәндер, дән шекаралары, дислокациялар, егіздену және фазалар сияқты іргелі элементтерге нақты сипаттама беріп, олардың металдың механикалық және химиялық қасиеттеріне қалай әсер ететінін жүйелеп жазып шығуыңыз керек.
Осымен біздің 5-ші тақырыбымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.